Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Шөп-жұмсақ болып шығады. Бізге ұн, жылы су, ашытқы, тұз, бал және зәйтүн майы керек. Ең алдымен ыдысымызға жылы су құямыз, тұз саламыз, ашытқы және бал салып араластырамыз. Енді зәйтүн майымызды құйып, үстіне ұнды сала отырып, қамыр илейміз. Көп баспаңыз, қатты болып кетеді. Жылы жерге бетін жауып, жарты сағатқа қоямыз. Қамырымызды противенге салып, тағы да жарты сағатқа көтерілуге қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді осыны қызып тұрған пеште 200 градуста жарты сағат пісіреміз. Нанымыз жақсы болып көтеріліп шықты. Жұп-жұмсақ, үгітілмейді кескенде. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.